Махаббаттың тілі. Махаббаттың тілі. Махаббат деген не өзі? Махаббат бар жерде Құдай бар. Ал енді біз тахаджудқа тұрамыз, намаз оқимыз, истихара оқимыз. Сол кезде бізді Құдай тыңдайды ғой. Бізді естиді, бізді тыңдайды. Сонда махаббаттың тілі тыңдау екен. Егер де бір-бірлеріңізді тыңдай алсаңыздар, ол жерде махаббат бар. Сіз әйеліңізді тыңдай алсаңыз, сіз күйеуіңізді тыңдай алсаңыз, күйеуіңіздің ішкі жарасын тыңдай алсаңыз, күйеуіңіздің былай айтқанда бойын тыңдай алсаңыз, бұл жерде махаббат бар. Бұл жерде махаббат энергиясы жұмыс жасайды. Махаббат энергиясы жұмыс жасаған жерде Құдай да бар. Махаббат ол бір роскошь, байлық, бір дүния, бір сондай дүние емес. Махаббат тыңдау, махаббат есту. Себебі Құдай айтып тұр ғой, маған айтсай, мен тыңдаймын сені. Маған айт, мен тыңдаймын. Сол сияқты сізде күйеуіңізге барып айтсай маған, мен де сені тыңдаймын. Сені ішкі жараңды тыңдайын деп, кішкене болса да қолдау білдіріп көріңізші. Сол жерде махаббат ояна бастайды.